құрбандыққа қойды сойған кезде қанына қарап қойып дейді ғой, қажылықта көрмей қойып қойды. Қанын ағызу керек деген ба, иә? Иә. Жоқ, негізі құрбан шалғанда өкілдікті беру деген нәрсе бар ғой, менің атымнан сен құрбан шал деп. Егер сенімді адам болатын болса, сенің атыңнан мен құрбан шалдым десе, ол жарамды болады негізі. Жарамды, ол сенімді болатын болса, ол адам мысалға, мен мысалға құрбандығымды сізге тапсырдым, менің атымнан бір мал құрбан шал дедім мысалға. Өзім жоқпын дейік, мысалы, басқа жақтамын дейік, ямыз келе алмайтын болдым дегенде, сіз менің атымнан құрбан шала бересіз. Ал жанында тұрған болсаңыз, онда біздің Ханафи мазхабы бойынша білемін, басқа мазхабтан оқуын білмедім. Ханафи мазхабымыз бойынша, мысалға, менің атымнан сіз сойын деп жатсаңыз, мал бауыздайын деп, мен қолымды ана сіздің қолыңыздың үстіне қойып тұруым керек, ана пышақтың үстіне. Сөйтіп, мен бисмилля Аллаху акбарын айтуым керек, ана кісіде айту керек. Сөйтіп барып бауыздалу керек, сол кезде барып қолымды аламын да, бауыздалып қан аға бастағаннан кейін. Енді сенімді болу үшін тану керек қой, танымасаңыз қайдан сенесің? Жоқ, енді ол соған сізден сен тапсырдыңыз. Егер орындамаған болса, оның күнәсінің бәрі оны соның мойнына қалады онда. Бірақ мүмкіндікше танитын сенімді адамдар болу керек қой. Ертең сұрайтындай, мысалға, ертең сіз барып сұраған кезде, мен пәленше түгеншенің атынан құрбан шал деп едім, шалынды ма? Кім сойды екен? Немесе кім жауап деді? Сойдырған кім еді? Қасапшыға деген секілді, ол сұрайтын адам болу керек оны. Міне мен сойдырдым, мынандай адаммен бірікті деген сияқты, немесе 7 адам бірігетін болса, пәлен кісілер 7 адам бірікті, соның бір бөлігі сізсіз міне осындай жерде сойылды деген секілді сенімді болу керек. Ал енді сенімсіз болып қалатын жағдай болса, басында өзіңіз болуыңыз керек, міндетті түрде. Бұл кісілер қажылықтарын айтып отыр ма? Қажылықтарын онлайн сөйлейді, соны айтып. Біліп тұрмын, енді олар сояды ғой, ол жерде сойды деп алып қалмайды ешқашан. Жаңағы сойылды деп ол құр алып қалмайды, өйтіп алып қалу ол. Меккеде ондай нәрсені жасамайды ағайындар.